Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қасиетті Қағбаның тұрғызылуы. Қасиетті Қағба адам баласының құлшылық етуі үшін тұрғызылған ең алғашқы Алла үйі. Оның Қағба аталуы сыртқы бейнесінің шаршы болуымен түсіндіріледі. Яғни Қағба тік төртбұрышты болғандықтан осылай аталған. Қағба мұсылман баласының көзі мен жүрегі талпынып тұратын құбласы. Бұл жөнінде Құран кәрімде негізінде адам баласы үшін Меккеде алғаш құрылған үй Қағба бүкіл әлемге мүбәрәк және тура жол делінген. Әлі Имран сүресі 96 аятта. Мұсылмандар 5 уақыт намазды сол тарапқа бет түзеп құлшылық етеді. Қағбаны Алланың құлдары күні-түні тәуіп етеді. Тек намаз уақытында ғана тоқтатады. Құран кәрімде сол уақытта үйді, яғни Қағбаны адам баласы үшін орталық әрі бейбітшілік орны етіп жасаттық. Бақара сүресі 125 аятта делінген. Қағба жер бетінде тұрғызылған тұңғыш құлшылық орны болып табылады. Адам атаның жер бетіне түскеннен кейінгі ең алғашқы ісі періштелердің көмегімен осы Қағбаны тұрғызу болған. Сан дәуірлер артта қалып, уақыт аққан өзендей жылжыған сайын бұзылып, көнерген жерлері талай рет жөнделіп отырған. Қағба жер бетін Нұх пайғамбар алейхиссаламның кезінде топан су басқанға дейін ғибадатхана міндетін атқарып келген еді. Алайда жер бетін басқан топан судан кейін өкінішке қарай бұл қасиетті құлшылық орнының ең болмаса қираған ізі де білінбей, адамзатқа беймәлім күйде қала берген. Бірақ жер шарының кіндігі іспетті болған жер бетіндегі алғашқы ғибадат орнын Алла тағала кейінгі мұсылман құлдарына беймәлім қалдырмаған. Бұл қасиетті құлшылық орнын мұсылмандарға құбыла етіп қайта өңдеу үшін Ибрахим пайғамбар мен баласы Исмайылға табысталады. Ибрахим алейхиссалам мен ұлы Исмайылдың қазіргі таңдағы қасиетті Қағбаны қайта тұрғызулары былай еді. Исмайыл алейхиссалам Зәмзәм суының маңайында өсіп тұрған ағаштың астын көлеңкелеп оқ жонып отырғанды. Бір мезет сондайдан әкесі Ибрахимді алейхиссалам байқаған ол дереу атып тұрып алдынан қуана жүгіріп шықты. Көптен көріспей сағынысқан әке мен баланың құшақтары айқаса кетті. Баласының шашынан сипап, маңдайынан иіскеп, мауқын басқан әкесі: «Исмайыл, Аллах маған бір ұлы істі әмір етті» деді. Исмайыл болса: «Әкешім, Аллах әмір етсе, дереу орындаңыз. Мен де сізге көмектесейін» деді. Ол сонда Аллах бізге Қағбаның қабырғасын қалауды әмір етті деп жауап береді. Олар шұғыл іске кірісіп, құрылысты бастап та кетті. Хазірет Исмайыл тастасып, Ибрахим пайғамбар оны қалап жатты. Бір кезде Қағбаның қабырғасы биіктеп, Ибрахим пайғамбардың бойынан асқанда, ол баласына бір тас әкелуді бұйырды. Баласы Исмайыл таудан бір тас әкеледі. Кейбір деректерде бұл тасты Жәбірейіл періште жәннаттан алып келгені туралы айтылады. Бұл тастың түсі қара болғандықтан қара тас деп аталды. Әкелі балалы екеуі Қағбаны салып біткен кезде Ибрахим қолын жайып: «Бізден қабыл ет, күдіксіз сен тілекті, тым естуші, тым білушісің. Раббымыз екеумізді де өзіңе бой ұсынушы қыл, ұрпақтарымызды да өзіңе бой ұсынушы үмбет ете көр. Әрі бізге қажылық амалдарымызды көрсетіп, тәубаларымызды қабыл ет. Әрине сен өзің тәубаны қабыл етуші ерекше мейірімдісің. Раббымыз, ұрпағымыздың ішінен оларға аяттарыңды оқитын, кітапты әрі үкімдерін үйретіп, оларды тазартатын бір елші жібергенсің. Күдіксіз сен өзің ғана аса үстем, өте данасың». Бақара сүресі 127-129 аяттар деп жалбарынады. Баласы Исмайыл да қасында қол жайып, әмин деп қайталап тұрады. Ибрахим алейхиссаламның осы дұғасы қабыл болып, Хақ Тағала ақыр заман пайғамбары етіп, Хазірет Мұхаммед пайғамбарды оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын жібереді. Қағба толық біткен кезде Хақ Тағала оларға Қағбаға тауап ететін қажылықтың парыз болғандығын жария етуге әмір берді. Хазірет Ибрахим Қағбаның үстіне шығып күллі мұсылмандарды қажылыққа шақырды. Естіген халық топ-тобымен келіп, Ибрахим пайғамбардан қажылық парыздарын үйреніп, онымен бірге қажылық жасады. Содан күні бүгінге шейін мұсылмандар сол бір қасиетті жерге зиярат етіп, қажылық жасап келеді. Қағба Алла тарапынан түрлі қауіп-қатер мен айлакерлер зиянкестігінен қорғалған. Оның түбегейлі бұзылып кетуінен сақтайды.
Қағба Ибрахим алейхиссалам тұрғызғаннан бері 4000 жыл бойы өзінің қасиеттігін жоғалтпаған. Қиямет күніне дейін осылайша жалғаса береді. Қағбаны қиратпақ болған әрекеттерде тарихта болған. Оның ең үлкені Йемен патшасы Әбраханың әрекеті. Ол жер қайыстырарлық қалың қолмен Қағбаны қиратпақ боп Меккеге бет алады. Алайда қалаға 10 шақырым қалған кезде Муздалифа мен Мина арасындағы ойпатта Алла тағаланың қаһарына ұшырайды. Бұл оқиға Құранда Фил сүресінде баяндалған. Қағба пайда болғалы бері 12 рет қайта тұрғызылған. Соның бірі ардақты Мұхаммед пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын пайғамбарлық кезеңінде болған болатын. Пайғамбарымыздың оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын 35 жасында Құрайыштар араб тайпаларының киелі орны қасиетті Қағбаға құрылыс жұмыстарын жүргізіп, оның ғимаратын қайта көтермек болды. Бұған дейін Қағба Исмайыл пайғамбардың кезегіндегідей үлкен тастармен өрілген, биіктігі 9 білек, төбесі жабылмаған дуал қоршау еді. Төбесі жабылмағанын пайдаланған бір топ ұрылар Қағбаның ішіндегі қазыналарға ұрлыққа түскен жағдайлар кездескен. Оның үстіне түрлі салдардың себебінен көне ғимараттың дуарлары жарылып, сетінеген де болатын. Аллах елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, пайғамбарлық міндет жүктелуден 5 жыл бұрын Меккені тасқын сел алып, Әл-Харам мешітін де басқан болатын. Селдің себінен Қағбаның қабырғалары үгітіліп, көшіп, сыр бере бастады. Қасиетті үй құлаудың алдында тұрғанды. Сондықтан Құрайыштар Қағбаның мәртебесін сақтап қалу үшін ғимаратты қалпына келтіруге мәжбүр болды. Сөйтіп олар жөндеу жұмыстарына ұйымдасты және құрылысқа жұмсалатын қаржы адал еңбекпен табылған, өсімқорлық саудадан түспеген, ешкімнен күшпен не қиянатпен тартып алынбаған қаражат болу керек екендігін деп келісті. Бастапқыда Құрайыштар ғимаратты қайта тұрғызбақ болғанда, Аллахтың қаһарынан қорқып, Қағбаның қабырғаларын құлатуға батылдары жетпестен бұзуға қолдары бармады. Олардан Уәлид ибн Мұғира Әл-Махзуми бірінші болып дуалдың іргесін ажыратып, бұзып ала бастады. Қалғандары оған ештеңе болмағанын көрген соң ғана жапа-тармағай асарлата қарқынды түрде жұмысқа кірісті. Бұзу жұмысы Қағбаның кезінде Ибрахим, оған Алланың сәлемі болсын, қалаған іргетасына жеткенге дейін жалғасты. Содан кейін олар Қағбаны бірнеше бөлікке, әрбір руға бір-бір бөліктен бөліп, ғимаратты қайта көтермек болды. Әрбір ру өздеріне тиесілі бөліктің дуалын өруге керекті тастарды жеке-жеке жинады. Сөйтіп Қағбаның құрылысы басталып кетті. Құрылыс жұмыстарын византиялық Бахум деген ұста басқарды. Қағбаның дуалы қара тастың орнына дейін қаланғаннан соң, Құрайыштардың арасында қара тасты орнына қою мәртебесіне кім ие болады деген мәселемен дау-дамай басталды. Ибрахим мен Исмайыл пайғамбарлар Қағбаны тұрғызуды бастап бұрышына жеткен кезде Ибрахим сол бұрыштың ерекше болуын қалайды. Сөйтіп, ол Исмайылға осы бұрышқа лайықты бір тас әкелуін бұйырады. Бірақ Исмайыл лайықты тас таппай қайтады. Қайтып келген, ол бұрышқа бір тас қаланып, Ибрахимнің құрылысты жалғастырып жатқанын көреді. Исмайыл, «Уа әкетай, бұл тасты саған кім әкелді?» деп сұрағанда, әкесі маған оны Жәбірейіл алып келді. Бұл жәннаттан келген тас деп жауап береді. Ол туралы деректерде Әт-Тирмизи ибн Аббастан жеткізген хадисте қара тас жәннаттан түсірілген. Алайда кейіннен адам балаларының күнәлары себепті қарайған делінген. Бұл мәртебеге әркімнің де таласы бар еді. Талас тартыс 4-5 күнге созылып, ушыққандығы соншалық, оның соңы қасиетті аймақта соғыс өртінің тұтануына апарып соға жаздады. Сол кезде Әбу Умайя ибн Мұғираға бір ой келіп, ол тайпаластарына бұл дауға мешіттің қақпасынан бірінші болып кірген адам төрелік етсін деп ұсыныс тастайды. Құрайыштар оның ұсынысын мақұл көріп, бір ауыздан келіседі. Аллахтың қалауымен мешіттің қақпасынан бірінші кірген Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын болды. Оны көрген жұрт даурығып, бұл Мұхаммед, ол сенімді, біз оның төрелік айтуына келсеміз деп шуылдап, оның келуін барлығы қош көрді. Мұхаммедті оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, олар жапа-тармағай қарсы алып, өздері келсе алмай дауласып жатқан істерінің жай жапсарын түсіндіріп, шешімін айтуын сұрайды. Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бір жамылға алдырып, жерге төсеп,
қара тасты соның үстіне қояды да дауласып жатқан рубасыларынан жамылғының шет-шетінен ұстауды сұрап, барлығына бірдей көтертеді. Рубасылары қара тасты көтеріп, орнына әкелгендерінде Мұхаммед оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, тасты өз қолымен алып орнына қояды. Бұл дана шешім ешбірінің көңілінде түйірдей түйткіл қалдырмай барлығын қанағаттандырды. Жұмыстың ауқымы үлкен болғандықтан Ибрахим пайғамбар қалаған іргетастың барлығын қайта тұрғызуға Құрайыштардың ажыратқан адал қаражаттары жетпей қалды. Сонда олар Қағбаның солтүстік жағынан 6 білектей орынды ғимаратқа кіргізбей сыртта қалдырды. Бұрын Қағбамен біртұтас болған бұл орын Әл-Хижр немесе Әл-Хатим деп аталады. Қағбаның есігі жерден 2 метр биіктікке жоғары орнатылды. Құрайыштар мұны Қағбаға өздері қалаған адамдарды ғана кіргізу ниетімен жасаған еді. Құрылысшылар ғимараттың биіктігі 15 білекке көтерілгенде Қағбаның ішінде 6 тіреу орнатып, оның төбесін жапты. Осылай Қағбаның құрылысы аяқталған соң 4 бұрыш шамалас пішіндегі жерден 15 метр биіктікке көтерілген ғимаратқа айналды. Қағбаның ғимаратының айнала астыңғы жағында кішкене сыртқы шығыңқы бөлік бар. Шазуаран деп аталатын бұл бөліктің орташа биіктігі 25 см, орташа ені 30 см. Негізінде де бұл бөлікте Қағбаның іргетасына кіреді, бірақ Құрайыштар оны ғимараттың дуалынан шығыңқы қалдырған. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.